Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай дәмі керемет болып шығатын медовик пісіретін боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің рецебіммен қонақ келгенде де жасасаңыз, үйде балаларыңызға да жасасаңыз, дәмі деген керемет болып шығады. Көпте уақытымызды алмайды. Корждарын бөліп пісірмейміз, тек бір-ақ рет пісіретін боламыз бір коржды. Бұл медовиктің бір жақсы жері, тұрған сайын бұл кремі сіңіп әдемі бола береді. Кейбір медовиктер тұрса ертесіне қатып қалады, ал бұл медовик ондай емес, бұл одан сайын жұмсара беретін болады. Бізге алдымен 2 ас қасық мед қажет болады. Соны отқа қойып, осылайша араластырып отырамыз. Оған жарты пачка разрыхителімізді салып, ары қарай араластырамыз. Осылайша көп рет медіміз осылай араластырып отырсақ, медіміздің түсі, яғни балымыздың түсі қою түске боялады. Осындай түске боялған кезде оттың астын өшіріп, осылайша 70 грамм майымызды салып, ары қарай араластыратын боламыз. Енді бөлек ыдысқа біз 4 жұмыртқаны салып, 3 жұмыртқаны толықтай салып, 1 жұмыртқамыздың тек сарысын салып, миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамызды осылайша миксерлеп бастаймыз. Жұмыртқамыз 2-3 есе осылай әппақ болып көтерілген кезден бастап, бір қасықтан қантымыз салып отырамыз. Бізге 150 грамм қант қажет болады. Осылайша әппақ көбік болғанша миксерлейтін боламыз. Енді осыған жаймендеп қызып тұрған жаңағы балымызды жаймендеп құйып отырып, ары қарай миксерлейтін боламыз. Балымыз суып қалмауы қажет. Балымыз суып қалатын болса, шамалап қыздыр жеріп барып пайдаланамыз. Өйткені суып қалған соң оны пайдалана алмаймыз. Осылайша смесіміз, яғни дайын болған соң, осыған жаймендеп қасықтап отырып ұнымыз саламыз, және де жаңадан қалған жарты пачка разрыхителімізді салып жіберетін боламыз. Пищевой сода пайдалансақ бола ма деп сұрайсыздар, бірақ мен пайдаланған жоқпын, өйткені қанша дегенмен пищевой соданың дәмі пирогтан шығып тұрады. Ал разрыхитель пайдалансақ, дәмі мүлдем шықпайтын болады. Осылайша лопатканың көмегімен, менде мына пластмасс қасық пайдалансаңыз болады. Жаймен салып отырып қозғасақ, ешқандай комок қалмайды, әдемі қамыр болып шығатын болады. Осындай пергаментімізге құямыз. Егер сізде домалақ тапа болатын болса, яғни кішігірім болатын болса, тапаңыз 2-ге бөліп пісірсеңіз болады. Менің тапам 4 бұрышты дәу болғандықтан бір жола барлығын салып осылай пісіріп алдым. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Осы кезде 200 градуста 15-20 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей коржымыз дайын. Енді осы коржымызды, қатты үлкен ғой, енді осыны теңдей 2-ге бөлетін боламыз. Және де жан-жағындағы қисық корждарды осылай кесіп алып тастаймыз. Оны тастамаймыз, ол бізге керек болады бетіне начинка етіп сепкенге. Осылайша қамырымыз қалың, сондықтан осылай 2-ге бөліп алатын боламыз. 2 коржды да сол кезде бізде 4 слой пайда болады. Енді біз кремін жасайтын боламыз. 300 мг сүтімізге 120 грамм қантымыз салып, осылайша араластыратын боламыз. Баяу отта араластырып тұрамыз. Шамал жылыған соң өшіріп қоямыз. Бөлек ыдысқа 1 жұмыртқамыз салып, оған 1,5 ас қасық ұнымыз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Комок қалмауы қажет. Осылай біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Егер қатты қою болып қалып жатса, осылайша 1 қасық жылы сүтімізден, жаңа газде тұрған сүтімізден құйып жіберетін боламыз. Мінекей әдемі болды. Енді осыны сүтімізге құйып, ары қарай отқа қоятын боламыз. Осылайша орташа отта осылай пісіріп алатын боламыз. Осылай қайнау басталған кезде өшіріп, газымыздың астын өшіріп,
бір үлкен ас қасық майымыз салып осылай қозғап аламыз. Мінекей әдемі заварной крем пайда болып бізде. Осыны 2 сағатқа бетіне пленка жауып қойып қоямыз. Мінекей заварной креміміз комнатный температурада суыды. Енді бізге 200 грамм творожный сыр мен заварной кремді араластыруға жет болады. Заварной кремді осылайша бір қасықтан салып отырып творожный сырмен араластыратын болсақ, творожный сырымыз әдемі формаға келетін болады. Осылайша бір-бірлеп салып отырып миксерлейтін боламыз. Осы кремді жасап жатқан кезде сахарный пудраңыз болса, 2 қасық сахарный пудра салып жіберіңіз. Сахарный пудра болмаса 2 қасық, 2 ас қасық қантымыз салып жіберсек, дәмі деген керемет крем болып шығады. Мінекей кождарымыздың арасына осылай кремімізді жағып шығатын боламыз. Креміміз бізде мол болады, сондықтан осылай қалың етіп жағамыз. Сол кезде тортымыз жұп-жұмсақ балғын болып, әдем болып шығатын болады. Тортымыздың барлық жағына крем тию керек. Осылай крем жағып шыққан соң, жағы кесіп алған артық кождарымыздан осылай начинка жасап, бетіне сеуіп шығатын боламыз. Дайын пирогты 3-4 сағатқа холодильникке салып қоятын боламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде мен рецептімен жасап көріңіздер. Рецепт ұнап жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.